Тұрғындардың дені санитарлық гигиеналық тазалыққа әлі де салғырт қарайды. Ақтаудағы сауда орындарына жүргізілген рейд осыны анық байқатты. Белсенді топ дезинфекциялық шаралардың талапқа сай атқарылуын тексеріп, тәртіпке бағынбағандарға ескерту жасады. Қауіпті індетпен күресу үшін сақтық шараларын бұлжытпай орындау қажет екенін түсіндірді. Толығырақ әріптесім Жансая Оразбайдың бейнематериалында. Құрметті жерлестер, дорогие наши земляки, тоже по возможности используйте маски, другие защитные средства. Қазір халық көп шоғырланатын базарлар, сауда орындары, аялдамалар мен автобустарда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ көпшілік вирустан сақтану шаралары мұнымен шектелмейтінін ескерер емес. Бүгінде сақ құрылыс жабдықтары базары қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Алайда ондағы саудагерлер келушілерге сақтық шараларын талап етудің орнына қағиданы өздері бұзып отыр. Жоқ, маска не үшін сұрайсыз, полкың үшін сақтау үшін ба? Енді қаншама халық келіп кетіп жатыр. Адам көп жүреді. Кім білмейміз ұзақ, мысалы, біреу келеді сырттан. Шымкенттен болса, Алматыдан болса, сондықтан түсінікпен қарап, өздеріңіз үшін және өздері жақындары үшін. Сары базардың да киім-кешек пен өзге де тауарлар жағындағы саудагерлер ережені көзге ілмеген. Маскасыз, ешқандай дезинфекциясыз сауда жасап отыр. Ал азық-түлік бөлігіндегі сатушылар сақтық шараларын ұстанып, тіпті сатып алушыларға да медициналық маскаларды тағып жүруін ескертіп отырады екен. Өзіңіздің денсаулығы, жақындардың денсаулығы үшін ойланып, соны қолдансаңыз. Бар ма өзіңіздің? Күйеуіңіз? Киіміңіз дұрыс болады да? Перчатка киіп, бала-шаға бәріне, клиенттеріміздің бәріне айтып жатырмыз. Осы базардың ішін минут сайын жуып жатыр. Хлормен тазалап бәрін. Барлық сақтық шараларды қолданып тұрмыз, қорқып жатырмыз, енді өзімізге денсаулық керек. Сақ болмасақ болмайды, бұнымен ойнауға болмайды. Бұл қасірет, арты қайғымен бітуі мүмкін. Сондықтан барлығымыз сақ болып, өзімізді өзіміз сақтасақ, үйімізден шықпасақ дұрыс болады. Енді продукты керек болғасын, амалсыз келеміз. Осы алған затымыздың бәрін үйге барып, обработкадан өткізіп, қолымызды сабындап жуып, маскамызды лақтырып, сөйтеміз. Сауда нүктелерінде кассаға кезек болмауы керек. Келушілер бір-бірінен 1 метр алыс тұруы шарт. Сонымен қатар есіктен кірген жерде және шыға берісте антисептиктер болуы қажет. Тұтынушыларға коронавирустың алдын алу және қоғамдағы тәртіп ережелер туралы жиі хабарланып тұруы керек. Төтенше жағдай кезінде медициналық бетперде кию ұсынылады. Әр адамның маскамен жүруі міндетті. Бетперде вирустың таралуына тосқауыл болатын бірден-бір құрал. Өңірдегі тігін цехтары, жеке кәсіпкерлер мен еріктілер қазір бетперде тігіп сатылымға шығарып жатыр. Маска жоқ дегенде сұрақтар көп туып жатыр, бірақ мына жерде данадан өзіміз жаңа маска сатып алдық. Ашық сатылымда бірнеше рет қолданылатын маска 250 теңгеден сатылып жатыр. Ол жаман емес баға деп есептеймін. Өзім балаларымен ешқандай қауіпсіз шараларды қолданбай жүргеніне, ол ары қарай тек қана өзі емес, басқа да өзінің жақындары, қоғамдағы қасындағы адамдардың қоғамға үлкен қауіп келтіріп жатқан әлі де халық түсінбей отыр. Сондықтан осы індетті күресу үшін біздер ешқайда шықпай, мүмкіндігімізге қарай ешқандай той-томалақтан кездеспей, және де өзіміз келген кезде, көрген кезде осындай бір шараларды керек кезде хабарлап, осымен күресімізге сіз шақырамын. Рейд кезінде арнайы топ бір қатар кәсіпкерге ескерту жасады. Олар қауіпсіздік ережесін екінші рет бұзатын болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айта кетейік, денсаулық сақтау мақсатындағы тексеру шаралары күн сайын жүргізілетін болады. Жансая Оразбай, Ролан Аметұлы, жаңалықтар.